Кеш жарық әріптестер, мен сіздерге бүгін топқа бөлуге әдіс тәсілге мынандай көрнекілік жасап көрсетемін. Мынау А4 форматта бар, дайын менің каналымда. Мен қазір күн және ай бойынша топқа бөлу әдіс тәсілін көрсетемін. Ол топқа бөлуде жасырын болады. Қағазға топ атауын жазып аламыз. Менің уақытым болған жоқ. Мен мына қағазды қидым да қаламсаппен жаза салдым. Міне топ атауын бетіне мен 90 скотч жабыстырдым. Оны аламыз да мына күннің бетіне жабыстыратын боламыз, ортасына жабыстырамыз. Оның артынан ақ қағаз жабыстыратын боламыз. Міне былай жабыстырамыз. Жазған топ атауы мына екі қағаздың ортасында қалды. Айдың артына да топтың атауын жабыстыратын боламыз. Тура ортасына жабыстырамыз. Бұның артына да ақ қағаз жабыстыратын боламыз. Міне жабыстырып алдық. Міне топты күн және айға балаларға алыңдар деймін, осыны алады, осы арқылы бөлінеді. Енді бұның ішінде жасырын топтың атауы бар. Балалар бұны алып болған соң, бұны қалай анықтаймыз? Жарық арқылы. Міне оқимыз. Ыбырайдың ұрпақтары. Күнді алған оқушы Абайдың ұрпақтары. Осылай екі топқа бөліне алады. Осылай балаларды осындай көрнекілікпен, жасырын атаумен топқа бөлуге болады. Жарықпен бөлу, жарықпен көру дейміз ба, қалай дейміз? Топқа бөлу әдісі осындай. Міне мынаның ішінде әрқайсында әртүрлі. Біреуінде Ыбырай ұрпақтары жатыр, біреуінде Абай ұрпақтары жатыр, бәрін араластырып салғам. Сосын оның барлығын телефонның жарығы арқылы анықтайтын болады оқушылар. Абайдың ұрпақтары.